Қайырлы күн, құрметті желі қолданушылары. Тікелей эфирде Ашық әкімдік Әсем Сартбаева мен жобасы. Біздің бүгінгі спикеріміз Қарақия ауданының әкімі Қыдырберді Беков. Добрый день, уважаемые зрители. В прямом эфире проект «Открытый акимат Әсем Сартбаева» и сегодняшний спикер нашего проекта Аким Каракиянского района Қыдырберді Беков. Құрметті желі қолданушылары, бүгін 1 қыркүйек білім күні. Осы мерекемен баршаңызды құттықтаймын. Ата-аналарға ең бастысы сабырлық тілеймін, өйткені биыл енді осы жаңа оқу жылын қашықтықтан оқуға мәжбүрміз, бірақ бұл білім алуға еш кедергі келтірмейді деген ойдамын. Ендеше Қыдырберді Әндірұлы, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді осы жаңағы бүгін 1 қыркүйек деп айтып жатырмыз, білім күні, осындай мереке қарсаңында өзіңізді бүгін қонаққа шақырып отырмыз. Енді алғашқы сауал, Қарақия ауданында осы білім күніне қаншалықты дайынсыздар? Қашықтықтан оқыту деп жатырмыз. Барлық мектептер интернетпен қамтылған ба? Компьютер, планшет, телефон жеткілікті ме? Қайырлы күн, құрметті жерлестер, әлеуметтік желіні пайдаланушы азаматтар. Енді бірінші осы сәтті пайдаланып отырып, бүгінгі білім күнімен құттықтағым келеді. Сонымен қатар осы білім күні қарсаңында еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа жолдау жариялады. Сол жолдаудағы басым бағыттардың бәрі осы елді дамытуға, әлеуметтік-экономикалық негізгі көрсеткіштерді көтеру бағытында жұмыстар жасалынады деген ойдамыз. Енді ауданға келетін болсақ, енді бүгінгі білім күніне байланысты жалпы мектептердің дайындығы. Енді бүгін ауданда негізгі мектептеріміздің білім күніне байланысты бүгін сабақтарымыз басталып кетті. Енді жалпы 8800-дің үстінде мектепке бала келу керек болатын болса, соның ішінде 1027 бала бірінші сыныпқа баруды есепке алынды. Соның ішінде аудан көлемінде. Соның ішінде 993 бала бүгін күні жаңағы кезекші сыныптарға қабылданды. Жалпы барлығы 88 топ болып жұмыс сабақтарын бүгіннен бастап кетті. Енді жалпы мектептердің интернет мәселесінде бізде ешқандай сұрақ жоқ. Тек Аққұдық ауылында ғана интернет мәселесі ол жерде сұрақ болып келген. Сондықтан Аққұдық ауылында осы дәстүрлі сабақты өткізуге шешім қабылданып, онда бүгін балалар сабаққа бастап кетті. Ондағы барлық осы коронавируске байланысты алдын алу бағытында барлық амалдар қарастырылды. Соның ішінде мектептің кіреберістеріне жаңағы туннель қойылды, санитайзерлер, антисептик, маска, барлық осы мектеп басшылығы тарапынан барлығы ұйымдастырылды. Жалпы енді интернет мәселесі енді үйдегі әрбір елді мекенде де сұрақтар бар. Оның ішінде ол бізде Сенек, Құланды ауылдарында бүгінгі күнге де мәселе болып келді. Ол ауылдарға осы талшықтық оптикалық волокно құрылыс жұмыстары жүргізілді. Бүгін күні мектеп, балабақша, әкімдік, амбулаториялар осы интернет желісіне толықтай қосылды. Енді қазіргі күні мәселе болып тұрған тұрғын үйлерді интернетке қосу. Ол басында екі ауылда ғой негізінен. Жоқ, басы екі ауылда. Енді жалпы бізде Жетібай ауылында да, Мұнайшы, Құрық ауылдарда да мәселе бар. Мен осы Сенек, Құландыда бүгін күні жасалып жатқан жұмыстарды айтқым келеді. Себебі Транстелеком акционерлік қоғам тарапынан жұмыстар басталып кетті. Бүгін күні жалпы Құланды ауылы бойынша 278 тұрғын үй болатын болса, соның 180-і бүгін күні интернет қосылуға өздерінің өтініштерін білдірді. Сондай-ақ Сенек ауылында 304 үй болатын болса, соның 175-і осы интернетке қосылуға өздерінің өтініштерін білдірді. Қазір Транстелеком тарапынан дайындық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осы қыркүйек айының аяғына дейін тұрғын үйлерге интернет қосылуды қазір біз көздеп отырмыз. Сонымен бірге аудан орталығы Құрық ауылында да интернет мәселесінде үлкен сұрақтар болды. Бұл жөнінде біздер интернет желісін жеткізуші Қазақтелекоммен де біраз жұмыстар жүргізілдік. Солардың ұсыныстар негізінде Транстелекоммен бүгін жұмыстарын бастап кеттік. Соның ішінде өздерінің бірнеше дилерлік компаниялар бар. Солар қазір құрылыс жұмыстарын бастап кетті. Енді бүгін күні осы Құрық ауылының 1-ші, 2-ші, 3-ші шағын ауданда негізгі сымдары, желілері жүргізілді. Қазір негізгі сол жетпей тұрған тұрғын үйлерге интернет жеткізудің бастапқы құрылысын қазір жолда келе жатыр. Қазір біздерде өздерінің уәделері бойынша осы қыркүйектің 6-сы күні жаңағы аталған 3 микрорайондарда интернет қосатын боламыз.
ал қалған жоғарғы шағын аудандарда мына 14-ші, 10-ші, 9 Қазақ ауыл, автобаза үйлерінде ол интернет кезең-кезеңмен осы біз октябрьдің ортасына дейін қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Бұл бағытта жұмыстар жүріп жатыр. Сонымен қатар станция, Ералы, Аппақ ауылдарына да қазір осы Транстелекоммен жұмысты бастап кеттік. Ол ауылдарға да осы интернетті қосамыз. Сонымен бірге Мұнайшы ауылында, соның ішінде станция Жетібай ауылында интернет мәселесінде сұрақ болды. Бұл жерде де біз қазір West Communication дейтін мекемемен келісім шартымыз бар. Бұл бағытта да жұмыстар жасалынып жатыр. Сондай-ақ Жетібай ауылының 4 шағын ауданында қазір интернетте сұрақ бар. Ол Астана аэропорт, Жаңғабыл және Әубәкіров шағын аудандарында ол бағытта да жұмыстар жасалып жатыр. Енді сонымен қатар ұялы байланыс телефонында да сұрақтар бар. Осы біздің аудан орталығында да бұл Кселл компаниясымен қазір келісімшарт жүргіздік. Сондай-ақ Картел бар, Билайнмен осы бағытта жұмыстарды біз тығыз жүргізіп жатырмыз. Соның ішінде қазір Құрық ауылында 2 айтқан сол сотовый ұялы байланысының құрылғыларын қою үшін 2 биіктігі жоғарғы антенна қойдыртып жатырмыз. Қазір негізгі құрылғы дайын, осы алдағы аптада келіп орнатады. Сондай-ақ Кселл компаниясында осы 2 жерге қазір келісім берді, бірі жұмыс жасап тұрған. Соның айтқан байланыс телефонын ауқымды үлкейту бағытында жұмыстар басталып кетті. Мұнайшы ауылы станция Жетібайда да осы құрылғыны қою үшін ұялы байланысының ол жерге де айтқан телевышкасы орнатылды. Бүгін күні қазір сол бұрынғы биіктігі төмен құрылғыдан біздің жаңадан орнатылған құрылғыға ауыстыру бағытында жұмыстар басталып жатыр. Жалпы мектептерді компьютермен қамтамасыз ету мәселесі енді бүгін күні өзіміздегі бар 400-дің үстінде компьютерді қазір біздер компьютері жоқ отбасыларға таратылып берілді. Жалпы аудан көлемінде қанша мектеп бар? Жалпы 16 мектеп бар. Аудан көлемінде. Соның ішінде бізде қазір айтқан қосымша біздің 2 мектеп, кешкі мектеппен Вираж интернат сайтпен барлығы 17 мектеп бізде ауданда жұмыс жасайды. Енді бүгін күні 692 компьютер сатып алуға 24 миллион теңге бөлінді. Компаниямен келісімшартқа отырдық. Бүгін Алмаком дейтін компаниямен қазір уже біздің компьютерлеріміз жолда келатыр. Осы аптаның аяғына дейін компьютер толық келеді ауылға. Соның аясында біздер компьютерлерді үйлестіріп беретін боламыз. Жақсы, рахмет. Құрметті желі қолданушылары, естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз. Бүгінгі спикеріміз Қарағай ауданының әкімі Қыдырберді Беков. Қыдырберді Әндірұлы, біздің енді форматымыз негізінен тікелей эфир болған соң желі қолданушыларының сұрақтарын келіп отырған спикерге тікелей қою. Осы орайда сұрақтарды оқуға рұқсат етіңіз. Меңдібай Ағи, 2020 жылы 30 тамыз күні Булы ойыққа бет алған туристердің бір машинасы адасып кеткен. Бүгін 1 қыркүйек 2020 жыл әлі хабар жоқ. Көлік ішінде кішкентай бала бар. Барлық мүмкіншіліктерді пайдаланып жатырмыз. Телефон сет болмағандықтан нәтиже жоқ. Бүгінгі жағдай Аққұдық елді мекеніндегі Билайн операторының тарату антеннасын көтеру керектігінің нақты дәлелі. Бұл ешқандай кейінге қалдыруға болмайтын мәселе. Себебі оның үстінде адам өмірі тұр дейді. Бұл жағдайды білесіз бе? Бұл жағдаймен хабардымыз. Бұл жөнде кешеден бастап осы жөнде біздер хабарлама келіп түсті. Енді бір топ туристер осы біздің Қарағай ауданындағы табиғат әсем жерлерді аралауға шыққан. Соның ішінде айтқан бір азаматша өзінің көлігімен адасып кеткен, қасында баласы бар. Енді қазір біздің аудандық ішкі істердің бір тобы осыған жұмылдырылды. Ол Сенек, Бостан, Құланды ауылдарының учаскелік полиция инспекторлары. Сонымен қатар біздің сұрақ қойып отыр ағамыз үстірт қорығының жұмыскерлеріне де ескертілді. Сондай-ақ біздің шекара маңындағы погран заставаларға осы жөнінде хабарлама берілді. Сондай-ақ қазір айтқан тікұшақ көтеру мәселесі, соны жұмылдыру мәселесі қазір біздің төтенше жағдайлар қызметімен қарастырылып жатыр. Егер не болса, соны жұмылдыру арқылы біз іздестіру жұмыстарын жалғастыратын боламыз. Енді сотовый байланыс телефонын айтып отыр. Расында да Аққұдықта біздің негізгі вышкамыз төменде тұр. Енді қазір үкімет тарапынан осы мәселе жөнінде қазір негізгі Аққұдық елді мекен интернет тарту мәселесі қазір негізгі іс-шаралардың ішінде тұр. Осы Маңғыстау облысында бір елді мекен болып. Сол жерде осы интернет мәселесі, соның ішінде осы сотовый байланыс телефоны бар. Енді осы октябрьға дейін, октябрьдің ішінде осы 3G
жаңа сотовый байланыс арқылы осы аққұдыққа жеткізілетін болады. Билайн мекемесі. Билайнмен. Соның аясында біздер сол ауқымын үлкейтуді жаңа айтқанды қарастырып отырмыз. Сонымен қатар Аққұдық ауылына барған кезде тұрғындар тарапынан да ұсыныс білдірген, сол ұялы байланыс тұрған орынды сол маңда төбеге шығаруды. Ол жөнінде қазір оның маңда шығарған жағдайда ол жерде тоқ мәселесінде сұрақ болды. Біздер енді осы біздің Мрек компаниясы тарапынан қазір ұсыныс білдірілді. Біз вышканы қойған жағдайда тоқты тартып беру мәселесі. Сондықтан біз қазір министерство тарапынан көтеріліп жатқан, жасалып жатқан жұмыстар аясында егер 3G мен ауқымы кеңейетін болса, онда біз сонымен жұмысты қалдырамыз. Егер онымен де нәтиже болмайтын болса, онда жаңағы төбеге шығарту арқылы біздер сотовыйдың алатын диапазонын біз ұлғайтатын боламыз, ауқымын. Нұркамал Аязбаев ағамыз Құрық портының қаржылық мүмкіндігі мен әлеуметтік бағдарламалар жобасы аясында Құрық ауылында неге балық шаруашылығын құрып дамытпасқа дейді. Енді бұл да орынды сұрақ. Енді біздің Құрық паромдық кешені ондай жобаларды жүзеге асыруға қазір ондай өздерінің жаңағы әлеуметтік мүмкіндіктері жеңілдетілген әлеуметтік бағыттар оны қарастырылмаған. Дегенмен қазір балық шаруашылығын дамыту бойынша біздер қазір бірнеше компаниялар өтініштерін білдірді. Соның ішінде қазір осы Құрық теңіз жағалауынан осы Кендірлі Түркменстан бағытына қарай қазір 6 осы теңіз жағалауынан балық аулауға лицензия ұтып алған мекемелер бар. Солар қазір балықтарын аулау жұмыстарын жүргізіп жатыр, рұқсат етілген. Енді соның ішінде бірнеше компаниялар осының ішінде осы балықты өсіруге өтініштерін білдіріп, бірақ енді ол қазір үлкен сұрақ. Бізде Каспиан Ривера дейтін компания осы теңіз жағалауынан соның ішінде Кендірліден жаңағы садковый жаңағы рыбный хозяйствоны жүргізуге жерлерін алды, енді өздерінің территориясы аясында. Бірақ оның әртүрлі жаңа айтқан зерттеу бағытында, балықты өсіру бағытында біздің климатқа бейімделмеген. Сондықтан қазір соны терең жаңа айтқан әлі жетілдіріп жатыр. Соның аясында ол алдағы жылдары жаңа айтқан балық шаруашылығы дамиды деп ойлаймыз. Егер жаңа ұсыныс білдіріп отырған азаматтар ертең нақты жобалар болатын болса, жаңа инвестор тартуында сұрақтар болатын болса, біз жұмыс жасауға дайынбыз сол кісілермен де. Осы орайда сіздің ауданда кәсіпкерлерге қандай жағдай жасалған? Мемлекеттік бағдарламалар айтамыз, бизнестің жол картасы 2020. Сіздің ауданда қалай жүзеге асып жатыр? Енді қазір негізгі кәсіпкерлікті дамыту бағыты қазір біздің облыс әкімдігімізде алдымызға қойып жатқан негізгі міндеттерінің бірі. Бүгін күні жалпы жұмыспен қамту, жаппай кәсіпкерлік дамыту бағытында да ауданға бізге бөлінген 110 миллион теңге. Ол біздің ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры арқылы игеру бар. Бүгін күні 90 миллиондай қаржыны игердік. Сонымен қатар біздер агрокредитный корпорация аясында да осы бағытта несие алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен бірге бизнестің жол картасы аясында да бағыттарымыз бар. Кәсіпкерліктер осы несиені алу бағытында жұмыстар жасап жатыр. Сонымен бірге даму кәсіпкерлік палатасы арқылы жаңа айтқан жеңілдетілген несиелерді жаңа кепілдендіру бағытында, субсидиялау бағытында жұмыстар жасалынып жатыр. Сонымен бірге біздің қазіргі негізгі жасалып жатқан кәсіпкерлік палатасы тарапынан да кәсіпкерлерді оқыту қолға алынып жатыр. Сондықтан енді ол кез келген жаңа айтқан кәсіпкерлікті дамытуда тиісті қолдаулар жасалып жатыр. Сонымен бірге негізгенді аудан, жалпы ауданның негізі бағыты, даму бағыты бұл ауыл шаруашылық саласы. Бүгін 500-дің үстінде бізде шаруа қожалықтар жұмыс жасайды. Соның ішінде жеріміздің шалғайлығына байланысты, негізгі инфрақұрылымның алыстығына байланысты қазір осы шаруа қожалықтарды дамыту үшін құдықтар қазылып жатыр. Бұл да осы агробизнес 2020 бағдарламасы аясында үлкен қолдауға ие болып жатыр. Яғни бір құдықты қазу үшін қазір 5 миллион қаражат кететін болса, соның жаңа айтқан 80%, яғни 4 миллионы субсидиямен кейін қайтарылып беріліп жатыр. Бұл шалғайдағы осы жаңа инфрақұрылымы жүргізілмеген жаңа айтқан шалғайдағы шаруа қожалықтар үлкен қолдау деп ойлаймын. Әрине. Сол бағытта енді үлкен біз қазір жұмыстар жасалынып жатыр. Сондай-ақ қазір көп балалар отбасы бар, мүгедек балаларын тәрбиелеп отқан, сондай жас кәсіпкерлер болатын болса, біздер жаңа айтқанда қайтарымсыз гранттар беру бағытында да біздер жұмыстар жасап жатырмыз. Бұл да үлкен
жаңа қолдауға ие бір бағдарламаның бірі. Бұл бағдарлама қазір аяқталды ма? Аяқталған жоқ, жүріп жатыр, қазір жылдың аяғына дейін жалғасын табады. Оған қатысу үшін желі қолданушылары әкімдікке келу керек. Әкімдікке керек, оны біздің аудандық жұмыспен қамту орталығы бар, ауыл әкімдері осы тығыз байланыста жұмыстарын жасап жатыр. Кәсіпкерлер оқытылып жатыр дедіңіз ғой, негізінен осы шағын және орта бизнес өкілдері қай салаға бет тұрады? Негізгісі оны ол жерде жан-жақты қарау керек. Себебі біздер жалпы бізге мысалы бір жылға 120-150 бала оқытуға жоспарлап отырса, соның ішінде басым көпшілігі осы несие бағдарламасына қатысып, өздерінің жобасын жүзеге асыру керек. Бұл жерде әртүрлі жағдай, біреуінің жаңа айтқан кепілдікке қоятын дүние мүлкі болмайды, немесе жаңа айтқан өздерінің кредитный историясына байланысты, жаңа айтқан төлем қабілеттілігінің төмендігіне байланысты несиелер берілмей жатыр. Бірақ соның ішінде жалпы қазіргі шаруашылықтардың негізгі басым бөлігі ауыл шаруашылығын дамыту, жаңа айтқанды қой алу, жаңа айтқанды түйе шаруашылығы негізі қазір сұранысқа ие, жаңа жылқы малын өсіру, соның ішіндегі мысалы кейбір жаңа қолөнер бұйымдарын дамыту бағытында да жаңа айтқан несие алудың негізгі бағыттары. Ауылдық мектептерде гимназия класстарын ашу міндетті ме дейді? Енді бұл орынды сұрақ деп ойлаймын. Енді әрине қазір балалардың білімін арттыру барлықтарымыздың да негізгі міндеттеріміздің бірі. Енді бүгін күні аудан орталығында біздің гимназия орта мектебі жұмыс жасап жатыр. Енді соның аясында да біздер дарынды балдармен жұмыс жасауды алдағы уақытта қарастырамыз деп жоспарлап отырмыз. Енді егер сұраныс болатын болса, біздер мектептер жанында осындай дарынды балдармен жұмыс жасау класстарын ашу ешқандай ол қиыншылық болмайды деп ойлаймын. Сондықтан ол жалпы міндет қойып жоспарға салсақ, ол міндетті түрде жүзеге асыруға болады деп ойлаймын. Сағат Мұналбаев, Құрық ауылының ауруханасының жабдықталуы қалай? Жоғарғы санаттағы дәрігерлер жеткілікті ме? Енді жалпы қазіргі негізгі осы күн тәртібінде тұрған бағыттардың бірі осы денсаулық саласы. Кешегі осы біздің жаңа коронавирусқа байланысты үлкен біздің кемшіліктеріміз, тұстарымызды көрсетті. Ол шындықты айту керек. Кейбір жағдайларда біздің дайын болмаған жерлерімізде бар. Енді бүгін күні жалпы аудан бойынша бізде 2 мемлекеттік мекеме жұмыс жасайды. Ол бүгінгі Құрық аудандық ауруханасы, оған Құрық ауылы, Сенек Бостан, Құланды, Болашақ ауылдары кіреді. Ал екіншісі Жетібай аудандық ауруханасы, ол Жетібай ауылы мен Мұнайшы ауылына қызмет жасайды. Сондықтан 2 мекеме арқылы жалпы бүгін күні жаңа айтқан тиісті құрал жабдықтар, ол бізде кешегі пневмонияға байланысты өкпені желдету, жаңа айтқан концентратор бүгін күні енді жеткілікті. Оған енді осы қоғам болып, елдің белсенді азаматтары болып, біздің үкіметтік емес ұйымдар бар, бізде ауданда жұмыс жасап жатқан мекемелер бар, солардың арқасында біраз жабдықтар бізге сатып алынды. Соның ішінде қазір жаңағы пульс оксиметр де бар, бізге қазір жетіспейтін. Сондықтан соның барлығы уже бізге жеткізілді. Жалпы қазір толық құрамда жұмыс жасауға мүмкіндік бар. Сондай-ақ қазір бізде аудан бойынша 12 дәрігердің жетіспеушілігі бар. Енді ол Құрық ауылына 5 маман, Жетібайға 7 маман. Қандай дәрігерлер? Енді қазір Құрық ауылына қарап болсақ, психиатр, акушер, гинеколог, инфекциямен жұмыс жасайтын, сосын лор дерматологтар бізге керек. Ал Жетібай ауылына бізге жаңа айтқан анестезиолог, жаңа айтқан врач общей практикаде жалпы дәрігер, сонда реаниматолог керек, педиатр, кардиолог, сол бағытта мамандар керек. Енді қазір жалпы Құрық ауылында қазір маманды шақыртуға ешқандай сұрақ жоқ. Кешеде мамандар келді, оларды қазір тұрғын үймен қамтамасыз еттік. Енді қазір Жетібай ауылында біздер 2 маман келді. Енді қосымша 7 маманды қазір тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін Жетібайдан үй сатып алуға қазір бюджеттен қаражат бердік. Бірақ дегенмен қазір Жетібай ауылында үй салынып жатыр. Енді ол келесі жылдың еншісінде, сондықтан ол кезде де біз тұрғын үймен қамтамасыз етуге толық мүмкіндік болады. Келетін мамандарды, келесі мамандарды. Жалғастырайық. Жанар Турганбай, Жетібай ауылы, Жалау Мыңбаев шағын ауданының тұрғынымын. Биыл біздің ауылда көптеген жұмыстар жасалып жатырғанына қуаныштымыз. Әсіресе айтайын дегенім, көптемдері шешімін таппай келе жатырған Жалау Мыңбаев шағын ауданының газ желісі тартылмаған үйлеріне газ желісі тартылуда. Биыл үйімізге газ келетінін қуанып отырмыз. Осыған орай аудан әкіміне алғысымды айтқым келеді дейді. Рахмет. Қалниязов дейді. Сәлеметсіз бе? Ауылда 4-ші этаж үйде интернет мәселесін шешіп бересіз бе дейді. Жетібай ауылы ма?
ауыл нақтыламапты. Құрметті желі қолданушысы, сіз бізді көріп отырсаңыз, тікелей эфирде болсаңыз, сұрағыңызды нақтылап қойып жіберсеңіз. Айгүл Турганбаева, Құрық ауылының 3-ші шағын аудан тұрғынымын. Ауыл әкіміне, аудан әкіміне рахметімді айтамын. Көп жылдар шешімін таппай жүрген, жер төлемізді тазартып, құбырларымызды тазартып көмектескендер үшін алғыс айтамын. Көп жылдар құбырларымызды тазартып көмектескендеріңіз үшін алғыс айтамыз. 3-ші шағын аудан 2-ші үйдің тұрғындары атынан дейді. Хабарымыз бар. Енді ол өзекті мәселе болды. Енді бүгін күні негізгі өзекті мәселесі осы жаңа айтқанда кәріз суын тазарту имараты. Осы кеше ғана облыс әкімі осы ауданға сапармен келіп кетті. Енді бүгін күні сол кәріз желілерін іске қосу. Қазір аудан бойынша 90-ға жуық көп қабатты тұрғын үйлер бар. Соның қазір басым көпшілігі қосылды. Енді бірінші шағын ауданда бірнеше үйлер қалды. Бірнеше емес, 10 шақты үй қалды. Оларды осы октябрьге дейін қосып, сол бір іздендіріп қосу арқылы біздер осы мәселені шешетін боламыз. Мұхтарқызы Орынгүл, сәлеметсіз бе? Әсем ханым, сәттілік тілеймін дейді. Рахмет сізге. Тақырыбы қандай дейді Сабина Ізбасарова? Бізде нақты бір тақырып жоқ. Спикеріміз аудан әкімі. Ауданға қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирге сұрағыңызды қойсаңыз болады. Меңдібай ағамыз тағы да жазыпты. Жетібай құрық тас жолының жағдайын айтсаңыз дейді. Енді бұл қазір негізі өзекті мәселенің тақырыптың бірі. Осы облыс әкімінде осы брифингтерде осы сұрақтар көтерілді. Енді бүгін күні Жетібай құрық бойынша автокөлік жолының күрделі жөндеу жұмыстарына жобалық сметалық құжаттама дайын тұр. Бұл енді қазір көлік инфрақұрылымы дамыту комитеті тарапынан қазір жобаны қаржыландыру мәселесіне тиісті ұсыныстарын білдірді. Қазір коронавирус инфекциясына байланысты біраз қазір оптимизацияға ұшырады бюджет қаражаттары. Соның аясында қазір бүгін күні қолдау таппай отыр. Бірақ бұл мәселе қазір үкімет тарапынан да осы тиісті сұраныстар беріліп жатыр. Осы үнемделген қаражаттар аясында осы құрылысты бастап кетуге, бастап қаражатты бөлуді қазір облыс әкімдігі осыны талап қойып отыр. Сондықтан ол жұмыстар өз шешімін тапса, құрылыс жұмыстары алдағы жылы басталып кетеді. Сонда біз инвестор демеушіңіз деп отырмыз ғой? Жоқ, инвестор емес, ол ешқандай инвесторге жатпайды. Себебі ол дейтін республикалық меншіктегі автокөлік жолы. Сондықтан республикалық бюджеттен тиісті қаражат бөлініп, ол жұмыстар жүргізіледі. Себебі қазір негізгі бірде-бір қалып отқан жолдың бірі, өздерің білесіздер, қазір барлық жолдар ретке келтірілді. Сондықтан осы Жетібай құрық бағытында жол жасалса, ол біздің құрық паромдық кешенінің де қазір жүк тасымалының бірде-бір жаңа айтқан артыруына әсер ететін жолдың бірі. Сондықтан қазір ол бақылауда. Осы жаңағы депутаттар тарапынан да біздің ауданның белсенді азаматтары да осы жөнінде сұрақтарын қойып отқан бәрін көріп отырмыз. Сондықтан шешімін табады деген ойдамын құрылыстың басталуына. Сонда тек республикалық бюджеттен қаражат бөлінеді. Қаламқас Жаки, бірінші болашақта селолық округі нөмірі 10-шы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінде жалпы бала саны 171. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 28 балаға артық. Сондықтан келесі 2021-2022 оқу жылына мектебіміз 3 ауысымға өтіп кету алдында тұр. Сол себепті мектепке қосымша жапсарлама салып беруіңізді өтінемін дейді. Жалпы болашақ ауылында жобалық сметалық құжаттамамен кезінде 80 орындық мектеп құрылысы салынған. Енді осы сұрақтар біздер жыл сайын есеп беру барғанда да осы мәселе көтеріліп жатыр. Біздер 2018 жылы Өзенмұнайгаздың қолдауымен осы Жапсаржай құрылысына жобалық сметалық құжаттама жасақтадық. Бүгінгі күні Жапсаржай құрылысының тиісті құжаттамалар дайын. Қазір бюджеттік өтінім берілді. Егер қолдау табылып жатса, онда құрылыс жұмыстары алдағы жылдары жүргізіледі. Енді оған дейін қазір індетке байланысты қашықтан оқыту бағытында жұмыстар жасалынып жатыр. Енді онда сылтау қылмай-ақ біздер бюджеттен қазір облыстық білім басқармасымен де осыны қаржыландыруға тиісті сұраныстарды беріп жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Сіздің тарапыңыздан ұсыныс берілді? Берілді. Екінші сұрағы, бюджеттік сала қызметкерлеріне салынған пәтерлерге газ құбырын биылға тартып беру мүмкіндігі бар ма? Бұл болашақ ауылы бойынша. Солай болу керек? Болашақ ауылы бойынша біздер Қаламқас Жаки есімді желі қолданушысы. 5 тұрғын үй салынды, 2 пәтерлі 10 үй.
Енді онда басында өздерің білесіздер, осы 3-4 жыл бұрын осы Болашақ ауылында осы газды, үйге келіп тұрған газды дұрыс пайдаланбауының арқасында 2 үйде жарылыс болды, адам шығыны болды. Енді сол кездерде біздер осы жобаны бастап жатқан кезде біздерге газды қосылуға рұқсат берілмеді. Бірақ біздер соған қарамастан біздер қазір тоқ көзімен жылытатын тиісті құрылғылар орнатылды. Үйлерді қазір уже пайдалануға берілді. Бұл айтқанда сұрақтар туындап жатыр. Енді қанша дегенмен газ бен тоқтың айырмасында бағасында айырмашылық бар. Сондықтан біз осы алдағы жылдары қазір ертеңгі бюджеттен нақтылау кезінде тиісті жобалық смета құжаттама сақтауға қаражаттарды қарастырып жатырмыз. Соның аясында сол үйлерге газ қосатын боламыз. Биыл болмайды. Ол енді оған да бір енді кем дегенде енді келесі жылы қаржыландыру болып жатса әрине бастап кетеміз. Болмаса ол 21-22 жылдар жүзеге асатын шығар. Осы желі қолданушысы Қаламқас Шакидің 3-ші сұрағы. Есеп беру барысында қаралған негізгі мәселелер интернет, тепловозбен ауырған азаматтарды Жаңаөзен қаласына жеткізу туралы ұсыныстар толықтай орындалғанына рахмет айтамыз. Мектеп директоры Мухизов дейді. Рахмет. Қалниязов жаңағы желі қолданушысы сұрағын нақтылап қойыпты. Құрық ауылы 4-ші этаж үйде 200-101-15 интернет мәселесі шешіп бересіз бе, өтініш дейді. Енді жаңада басында осы мәселе көтерілді, айтып кеттім. Қазір 1-ші микрорайон және 2-ші шағын аудан, 2-ші шағын ауданда 100-101 біздегі кешегі жаңадан салынған 5 үй, жалпы сондағы барлық негізгі коммуналдық үйлердің бәрінде интернет жоқ. Біздің Қазақ Телекомның интернет желісін пайдаланып отқандар бар, бірақ оның мүмкіндігі шектеулі. Сондықтан біз қазір жаңағы Транстелекомның өздерінің дилерлік компаниялар тарапынан жұмысын бастап кеттік. Қазір негізгі желілерін тартты. Осы қазір негізгі құрылғысын қазір күтіп отырмыз. Сол маңда орнатылады. Соның аясында жаңа абоненттік төлем арқылы келісімшарт негізінде тұрғын үйлер интернет алуға мүмкіндік болады. Жақын арада осы 10 қыркүйекке дейін үйлерге интернет жеткізіледі. Наурызбек Көлдеубаев, Қарақия ауданында барлық салада көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін дейді. Рахмет. Марат Мылтығұлы, Құрық станция Маңғыстау, Аппақ ауылының интернет жүйесін қалыпқа келтіріп берсеңіз дейді. Енді жалпы интернет айтып өттіңіз ғой, осы ауылда нақты. Осы ауылдар бар, жаңа айтқанда станция Ералы, Аппақ ауылдары интернет жасалынады. Оған толық мүмкіндік бар. Ол жерге біз бюджеттен оптика волокна желісін жүргіздік. Қазір Транстелеком өздерінің теміржол бойындағы желісін арқылы қосу арқылы Аппаққа да интернет желісі жүргізіледі. Сондықтан ол да осы қыркүйек айының ортасында шешіледі. Құрметті желі қолданушылары, естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз. Біздің бүгінгі спикеріміз Қарақия ауданының әкімі Қыдырбек Беков. Аудан әкіміне қояр сауалдарыңыз болса, тікелей эфирдегі мүмкіндікті пайдаланып, комментарийге өз сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Қыдырбек Андырұлы, енді сіздің ауданда жұмыссыздық мәселесі қалай шешімін тауып жатыр? Енді жұмыссыздық мәселесі бар. Жалпы жыл басынан бері, жалпы жылға биылға қойып отырған көрсеткіш бізде 2370 жұмыс орнын құру керек болды. Енді жоспар бойынша бүгін күні 1315 жұмыс орны құрылды. Жалпы жұмыссыздық деңгейі өткен жылмен салыстырғанда біздің көрсеткішіміз әрине жоғарылап отыр. Оның бірде-бір себебі өздеріңіз жақсы білесіздер, Ерсай компаниясының, Теңгішевройл компаниясының тапсырысының аяқталуына байланысты жұмыс орындары біраз қысқарды. Енді соның аясында бүгін күні біз ауданда жұмыссыздық есебінде тіркеліп тұр. 1287 адам қазір жұмыссыздық есебінде тіркеліп отыр. Жалпы енді оған қарамастан жалпы жұмыс орындарын қазір ашу бағытында да инвесторлармен жұмыс жасап жатырмыз. Оның ішінде қазір Ерсай компаниясы да өздерінің жобаларын қарастырып жатқан. Кешегі індетке байланысты біраз жоспарларымызға кері әсерін тигізді. Оның ішінде біздің Каспий қайраңын игеру жеңіс блогының аясында да жаңа жұмыстарын ашылу керек еді. Соның барлығы енді кейінге қалдырылып отыр. Бірақ дегенмен қазір Жетібай ауылында да біздер жылыжай кешенін саламыз деп отырмыз. Қазір 3 гектарға осы октябрларда осы құрылыс жұмыстарын басталып кетеді. Онда да жұмыс орны біздер енді ашамыз деп жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ бізде қазір порт құрық жанынан да Симрук Инвест компаниясының қазір астық терминал құрылысын салу жұмыстарын қазір басталып кетті.
сондықтан соның аясында да жаңа жұмыстарын ашылады деген жоспарларымыз бар. Сондай мына Бостан ауылына жақын Жаңаөзен Жаңаөзен өндірісінің айналасында да Вестала компаниясы жаңа жұмыс орындарын ашамыз деп қосымша шағын завод құрылысын саламыз деп отыр. Оған кем дегенде 30 адам жұмысқа тартылады деп отырмыз. Тізімдегі жұмыстар, тізімдегі азаматтар ғой? Міндетті түрде солар тартылады, себебі жақын орналасқан бізде Бостан немесе жаңа айтқан Жаңаөзен қаласының тұрғындары да ол жерге жұмысқа барады деген ойдамыз. Ол да енді қазір жердің рәсімдеу мәселесінде қазір сұрақтар туындап отыр. Ол қазір жұмыс тәртібімен реттеліп жатыр. Сондай бізде бірнеше жобаларымыз бар. Ол мына кеңді игеру бағытында, ол енді біздің соның ішінде мына газ кешенін өндіру бағытында бірнеше жобаларымыз бар. Іздестіру, барлау бағытында ол біздің мына қырдағы осы Өзбекстан елімен шекаралас қырдағы Самтар дейтін жерден осы газ өңдеу жобасында қазір тиісті жұмыстар жасалып жатыр. Ода енді осы 21-22 жылдары өзінің нәтижесін береді деген ойдамыз. Сондай енді негізгі қазіргі бағыт біз жұмыс орындары ашады. Біз ол туризм бағытты жоспарлап отырмыз. Енді оған қазір қандай жобалар бар? Енді қазір өздеріңіз білесіз, Ақтау қаласынан X қонақ үйі құрылысын бастап кетті. Дәл сондай табиғаты жақсы жер біздің енді мына Қызылқұм мүйісі. Қазір осы туризм саласының аясында жол құрылысы салынды. Қазір осы Ақтау қаласының ең шеткі база отдыхына дейін барды. Қазір жобалық смета құжаттама жасау арқылы біздер автокөлік жолы құрық паромдық кешеніне дейін келеді. Сондай-ақ жоба бойынша электр желісі тартылады. Енді бүгінгі күні сол электр инфрақұрылымдардың газ желісі барды. Сондай-ақ қазір сол Сарша мүйісіне ауыз су тартып жатырмыз. Келесі жылдар жаңа жолы мен инфрақұрылымына қаражат бөлінсе, ол бізде 1-2 жылдың ішінде онда да үлкен қонақ үйлер салынып, осы туристік кластерді дамытады деген үлкен бағыттарымыз бар. Осы орайда Меңдібай ағай туризм мәселесі жөнінде. Көрші Маңғыстау ауданында туристік нысандардың көптігіне байланысты бұл мәселе жақсы қолға алынып жатыр. Біздің ауданда да ондай нысандар бар. Осы орайда Жаңаөзен қаласы әкімдігімен бірлесіп, сапар орталығын салу жоспарын ойластыру керек дейді. Бұған қатысты не айтасыз? Енді өте орынды сұрақ. Осы Меңдібай ағамызбен де солардың қазір үстірт қорығымен де мекемесімен осы біраз әңгімелер болды. Енді күні кеше ғана осы туризм саласының министрінің орынбасары келіп кетті, осы қазақ туризмінің басшысы келіп кетті. Осы біздің осы Қарағай аудандағы табиғат әсем жерлер, соның ішінде Бозжыра, Қарын жарық, өнере, Булы ойық, негізгі осы біздің жалпы Қазақстандағы, соның ішінде Маңғыстаудағы туристерді тартатын негізгі маршруттардың бірі болады. Қазір ол министрліктің өзінің іс-шарасына еніп жатыр. Соның аясында біздер осы Жаңаөзен қаласынан шыға беріс жерден немесе Шопан атадан Бекет атаға баратқан жерлерден бір туристік этноауыл бола ма, немесе жаңағы визит центр бола ма, соның бағыттар біз жоспарлап отырмыз. Қай жылға бұл? Әрине оған қазір егер кәсіпкер болатын болса, өзінің қаражатын салам десе, біздер олармен жерін беру, немесе де басқа да инфраструктура жүргізу енді біздер қолдау көрсететін боламыз. Сондықтан ол ағамыз дұрыс сұрақты қойып отыр. Бүгін күні осы негізгі бағыттың бірі. Сондықтан жаңа айтқан жоспарларыңыз келесі жылға ма? Ол қазір жоспар негізі осы 20 жылдан басталып жатыр ғой. Біз енді соның аясында егер жасайым дейтін азаматтар болатын болса, біз енді жаңа Маңғыстау ауданын айтып кетіп жатыр ғой. Расында да Маңғыстау ауданында жаңа айтқанда осы бағыт жолға қойылды. Енді бізде де ол мәселе алдағы уақытта шешіледі деп ойлаймын. Жоспарда бар. Жоспарда бар. Ақкенже оңдаған аудан әкіміне алғысымыз шексіз. Суымыз келіп тұр, жолдарымыз салынып жатыр, көшелеріміз жап-жарық. Рахмет сізге көп-көп. Жетібай ауылының тұрғынымын дейді. Рахмет. Несібелі Бағдабаева. Мұнайшы ауылында да біраз жұмыстар атқарылып жатыр. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін дейді. Талғат Алибаев. 40 көпбалалы отбасыларға ноутбук жетпей қалды. Қанша ноутбук келді? Ноутбук берерде хабарланбастан өзара таратылған сияқты. Компьютер алын дейді, оны сақтау қиын. Ноутбук тағы келе ма дейді. Енді біздер жаңада басында айтып кеттім, бюджеттен бөлінген 24 миллион теңгеге біздер басында ноутбук сатып аламыз деген тиісті келісім болған, бірақ ноутбук бүгін күні біздер оны сатып алу, оны жеткізу қиынға соқты расында да. Біздер Logicom компаниясымен бұл мәселе жөнінде бірнеше рет келіссөздер жүргіздік.
ноутбукты жеткізу осы ноябрьдің аяғына дейін созылатын болды. Біз енді ол жалпы мына оқу процесін тоқтатпау үшін біздер қазір 692 компьютерді сатып алуға келісімшарт жасалынды. Бүгінгі күні жолда келе жатыр, осы аптаның аяғына дейін жаңағы компьютерлер жеткізіледі. Ал енді ноутбук дәл қазір енді ол біз әркімнің сұрауын қанағаттандыруға мүмкіндік жоқ. Ал енді жаңағы біздер жалпы материалдық жауапкершілікпен береміз, сондықтан сол жаңа ноутбук емес, жаңа компьютерді дұрыс пайдаланып тұтынғанымызды дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан сұрағы орынды, бірақ дәл қазір мына кісінің мәселесі бойынша тек ноутбук береміз деп біз оны айта алмаймыз. Бұл көрерменіміз, бұл желі қолданушысы енді аудандық білім бөліміне хабарласу керек па, кезекке тұру керек па? Ондай кезек қажетті жоқ. Біздерге сұранысқа байланысты әрбір мектепке, соның ішінде жағдай жоқ отбасыларға компьютер жетпей жатқан азаматтардың барлық тізімі бар. Сол қай мектеп, ол құрық аудандағы мектептердің бірінде болатын болса, сол мектептің жаңа айтқан басшылығы компьютерлерді үйлестіретін болады. Меңдібай ағай, аудан әкімі Қыдыр інімізге жұмыстарына сәттілік тілеймін дейді. Айгүл Тұрғанбаева, Құрық ауылы әкімдігінің жұмысшылары мен әкім бірігіп демалыс күнге қарамай жұмыс жасады. Еңбектеріңіз жемісті болсын дейді. Рахмет. Жанбо Батырович, ауданда соңғы уақытта атқарылған шаруалар көп, кейбірі уақыт еншісінде деп білеміз. Аудан әкімнің жұмысына сәттілік тілейміз дейді. Рахмет. Құрметті желі қолданушылары, тағы да қайталап айтам, бүгінгі спикеріміз Қарағай ауданының әкімі Қыдырберді Беков. Аудан әкіміне сұрақтарыңыз болса, осы мүмкіндікті өткізіп алмаңыздар. Қыдырберді Әндрұлы, енді жалпы аудан басшысыз, қанша орынбасарыңыз бар? Ауданға қарасты бірнеше ауылдар бар. Сол ауылдарға қаншалықты жиі шығып, тұрғындармен бетпе-бет, көзбе-көз кездесіп тұрасыз, әлде орынбасарларыңызды жібересіз бе? Жалпы енді бекітілген штат бойынша 3 орынбасар бар. Енді әрқайсының өзінің тиісті бағыттары бар, салалары бар, басқаратын. Сонымен қатар елді мекендері бойынша бөлініс негізінде жұмыстарын үйлестіреді. Жалпы енді 7 елді мекен, енді біздің елді мекендердің жалпы география орналасу бойынша өздеріңіз білесіздер, аудан орталығы енді Ақтау қаласынан 70 шақырым болатын болса, жалпы аудан орталығы мен басқа елді мекендердің шалғайлығы бар. Енді Жетібай мен Мұнайшы ауылы 70 шақырым. Енді жақын арада тез әрі жаңа айтқан жұмыстар жасауға мүмкіндік бар. Ал Жаңаөзен қаласының арасында мысалы Сенек, Бостан, Құланды, одан шалғайда орналасқан шекарадағы Болашақ ауылдары арасында да шалғай орналасқан Жаңаөзен қаласынан пойызбен 150 шақырым, енді негізі бірде-бір жолдың бағыты ол темір жол. Енді олармен күнделікті ауыл әкімдерімен байланыстамыз, қандай мәселелер бар, қандай сұрақтар бар. Оны енді қазір осы індетке байланысты да біраз бағыттарымыз ашып берді ғой. Соның ішінде осы мына әлеуметтік желі арқылы немесе байланыс арқылы мәселелерді шешу. Енді басқа ауылдарға енді аптасына болмағанмен жиілетіп барып тұрамыз. Соның ішінде осы Сенек, Бостан, Құланды ауылдарына. Ал аудан әкімінің орынбасарлары, менің әріптестерім өздерінің жұмыс барысымен міндетті түрде құрылысқа жауап беретін азаматтар, құрылыс бойынша, кәсіпкерлікті дамыту бойынша, ол өзінің бағытымен, білім саласына, мәдениетке жауапты адамдар өздерінің бағыттарымен тиісті жұмыстарын жасайды. Және қабылдауға байланысты қазір президентіміздің қойып отырған ашықтықты сақтау мақсатында да біздер қазір осы әлеуметтік желі арқылы байланысты жиілеттік, сұрақтар келіп жатыр. Біз енді бекітіп қабылдау күндері бір күн болып сол қабылдауда келіңіз деп оны біз ұстанып отқан жоқпыз. Келген адамды күткізбей төменге түсіп қабылдап мәселелерін шешілетін болса оны шешу бағытын айтып түсіндіріп жаңа айтқан тиісті жұмыстар жасап жатырмыз. Енді негізінен халық әлеуметтік желіде жазатын шығар, солай ма? Әлеуметтік желіге жазады, соның ішінде тікелей жазатын ауылдың кейбір белсенді азаматтар бар. Өздерінің осындай азаматтар өтініштерін білдіріп жатыр деп, немесе Фейсбуктегі мессенджер парақшасына тікелей шығып жазып жатқан азаматтар бар, немесе біздің аудан әкімдігінің байланыс телефоны бар, біздің қабылдау бөлімінің телефоны бар. Сонымен қатар арыз шағыммен жұмыс жасап жатқан біздің жауапты мамандар бар, солар арқылы тікелей жұмыстар жасалып жатыр. Негізінен аудан белсенділері жиі мессенджерде сұрақ қояды деп айтып өттіңіз ғой. Негізінен қай саланы көтереді? Негізгі мәселе бұл жерде қазір әлеуметтік төлемдер мәселесі. Қазіргі АСП бірінші тоқсанда алдым, екінші тоқсанда менде жоқ. Себебі ол жерде үйіне кіріп отқан кірістерге байланысты. Немесе жаңа пәтер мәселесін көтереді, немесе жұмысқа орналастыру мәселесі, әртүрлі сұрақтар болады. Енді шама келгенше тұрғындардың мәселесі, ол
жаңа айтқан азаматтар шығып отқан деген мәселесін шешуімізге жаңа айтқан тиісті